Баршаңызға сәлем. Көкс арнасында қалай жеңеміз атты жаңа формат. Бүгін біз атақты Пила фильмін талдап, ондағы барлық тұзақтарды қалай жеңуге болатынын айтамыз. Это программа «Сдохни или умри». Мы находимся в старом заброшенном таежном лесу. Что делать, если вас укусила змея? Как поступить? Сонымен фильм екі адамның азаптау камерасына түсуінен басталады. Өздерінің аяқтарын құбырларға шынжырмен байланған күйде естерін жияды. Ешқайсысы не болып жатқанын, неге осында екенін білмейді. Они всегда так поступают. Похищают, оглушают, потом очухаться не успеешь, а твоя почка уже пристроена. Еркектердің бірі адам есімді фотограф, ал екіншісі дәрігер Лоуренс Гордон. Олар өздерін кездейсоқ таңдалды деп ойлайды. Бірақ олардың өмірлері бір-бірімен тығыз байланысты. Бірақ бұл туралы кейінірек айтамыз. Бөлменің ортасында еденде бір қолында револьвер, ал екінші қолында магнитофон ұстаған ер адам мәйіті жатыр. Адам мен Лоуренс микрокассеталарды қалтасынан тауып, олардың жазбаларын тыңдайды. Адамның жазбасында ол тірі қалуы керек деп айтылады. Ал Лоуренстің жазбасында қасындағы адамды сағат 18:00-ге дейін өлтіріп, сол бөлмеден қашып, ұрланған әйелі мен қызын қайта көруі керек дейді. Содан кейін адам ескі унитаздың ішінен екі арасы бар сөмке мен фотосуреттер пакетін табады. Ішіндегі араның бірін Лоуренске лақтырады, бірақ фотосурет жайлы ештеңе айтпайды. Олар шынжырларды кесуге тырысады, бірақ көп ұзамай өздерін босату үшін аяқтарын бөліп алу керек екенін түсінеді. Дәл осы жерде ойластырылған нәрсені жасамай-ақ босатуға болар еді. Мұны шешудің ең оңай жолы металл шынжырдың орнына тот басқан құбырды кесу. Тот басқан металл тот баспайтын металдан әлдеқайда әлсіз екені белгілі. Бұл құбырлар ара үшін өте икемді болуы керек. Тіпті егер ол жұмыс істемесе де, тағы бір әдіс бар. Мысалы, унитаздың ауыр қақпағын алып, шынжырды ұстайтын құлыпты бұзуға тырысып көрсе болады. Қақпақ ақырында сынуы мүмкін, бірақ ауыр затпен соғып құлыпты бұзуы мүмкін еді. Сондықтан барлық амалды жасап көру керек еді. No! God, please, no! 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 Сосын жасай алатын соңғы нәрсе шынжырдың қалай бекітілгеніне байланысты аяқтың кішкене бөлігін немесе 5 бөліктің 3 бөлігін кесу. Бұл өте ауыр болуы мүмкін, бірақ бұл аяқты толығымен кесуден әлдеқайда жылдам әрі тиімді. Бірақ бұны жасау үшін де батылдық керек. Сонымен келесі сынаққа барайық. Алдыңғы екі құрбанның кісі өлтіру орындарын тексеріп жатқан екі полицейді көріп отырмыз. Бірінші болып тікенді сыммен толтырылған кішкентай лабиринттен қашу керек адамды көрдік. Егер ол тапсырманы орындай алмаса, ол сол жерде шығып кетеді. Бұл жігіттің өте қызықты тәсілі болды, ол өзін сымға лақтыра салды. Неліктен ол мұны істегенін білмеймін, бірақ егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, еденде сым жоқ екенін байқауыңыз керек. Осыдан аман қалуға көмектесетін алғашқы әдіс пайда болады. Маңызды тамырларды сыммен кесіп алмау үшін сымдарды міндетті түрде асқазаннан төмен қарай жылжыту керек. Менің ойымша, сым өте иілгіш орнатылғандықтан, сіз іш киімді алып, оны қолыңызға орап, ақырын сымдарды итеріп көріңіз. Енді бұл лабиринттен қашу біраз уақыт алуы мүмкін, бірақ оны 2 сағат ішінде өтуге мүмкіндік бар. Бұл дүрбелеңнен және сымды сындырудан гөрі жақсы, бірақ бұл шығудың жалғыз амалы емес. Одан да оңай әдіс бар, ол қашу. Сөзбе-сөз ештеңе талап етпейді және сізге ештеңе істеудің қажеті жоқ. Бұл жағдайда сіз жай отырасыз, және сізді тапқанша күтесіз. Бұл әдіс сізді іздейтін отбасыңызбен көптеген достарыңыз болса, және олар сізді ақырында тапса орындалады. Өкінішке орай, фильмдегі жігіттің мұндай баламасы болмады, сондықтан оны 2 аптадан кейін ғана тапты. Ол көптеген денедегі жарақаттар мен көп қан жоғалтудан қайтыс болды. Бұл Пила стиліндегі адам өлтіру болды. Содан кейін біз Марк есімді екінші жігітімізге келеміз, және оның жағдайы сәл қиындау. Ол еденде сынықтары бар бөлмеде қамалды. Аман қалу үшін антидот сақталатын сейфтен код жазылған қабырғаны жарықтандыруы керек еді. Бұл код көптеген басқа сандардың арасында жазылған. Жігіттің өзімен бөлме қабырғасы тез жанатын маймен жабылған. Ал еденде сынған әйнектер толып жатыр. Егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, бір ғана шешім бар. Шамға өте мұқият болыңыз. Оны қабырғадан және денеңізден алыс ұстаңыз. Қабырғадағы сандар шынымен де үлкен, сондықтан шамды оларға жақындатуға ешқандай себеп жоқ. Әйнекке келетін болсақ, фильмдегідей болудың орнына, оны аяғыңызбен ақырын жылжытуға тырысуға болады. Сосын тазаланған едендермен жүрген өзіңе де дұрыс. Сонымен Пиланың бұл жігітпен ойнауға шешім қабылдауының себебі, ол қорқынышты деп атаған жұмыс
жұмысты тастап кетуінен, бірақ бұл шындық емес еді. Ол жұмыста өтірік ауру болып көрінді. Бұл туралы басшыларға айтып, жұмыстан қашып жүрген болатын. Енді осы жасаған амалдар үшін Пила оған ерекше сынақ дайындапты. Полиция доктор Гордонды көрсететін фонар мен саусақ іздерін табады. Олар ол жұмыс істейтін ауруханаға келеді. Осылайша біз органның студенттер тобына ми ісігі бар науқастар туралы айтқанын көреміз. Оның әңгімесін Джон есімді жұмысшылардың бірі тоқтатады, және оны полиция күтіп тұрғанын айтады. Дәрігер фонардағы саусақ іздері туралы шындықты білгісі келетін полицейлермен кездеседі. Әрі қарай біз Пила ойындарынан аман қалған жалғыз Амандамен танысамыз. Бірақ полицияға есін жиса басында бомба орналасқан үлкен қақпанды көріп оянғанын айтады. Содан кейін теледидар қосылып, Билли қуыршағын көрді. Егер берілген уақыт ішінде қасындағы қақпанды шешпесе, мина жарылып күл талқан болатынын ескертеді. Құтылу үшін осы бөлмеде жатқан адамның ішін жарып, кілтті алуы керек. Аманда орнынан тұрғанда таймер іске қосылып, қыз қатты паникаға түседі. Жерде жатқан жігітті кесіп тастап, кілтті алады және масканы шешіп үлгереді. Аманда полицияға осы сынақтан кейін нашақорлықпен күресуге үлкен көмегі тигенін айтады. Мұндай тұзақты құрбандықсыз шешу үшін алдымен саспай, ұстамды болу керек. Пила тұзақтарының көпшілігі айналадағы заттарды тиімді пайдалану және сабырлықты талап етеді. Аманда сияқты әрекет етпеу керек. Керісінше креслода отыру керек. Өйткені тұзақ таймері сіз тұрған сәтте іске қосылады. Сондықтан тұрмай ақ триггерді абайлап алыңыз. Осылайша сізде масканы шешуге шексіз уақыт болады. Тұзақты жеңудің екінші әдісін кейінгі фильмдерде ұсынылған Хоффман атты кейіпкер көрсетеді. Оған масканы кигізген кезде бөлмедегі терезде тұрған торлы темірге басын соғып аман қалады. Осы тәсілді қолдану үшін де Амандаға Пила мүмкіндік берген болатын. Иә, бұны жасау оңай емес, бірақ өлгеннен гөрі жақсы. Енді полицейлерімізді Пиланың тағы бір құрбанын табады. Осы кезде Пила келіп, адамды өлтіру механизмін іске қосады. Полицейлер көлікті тоқтатуға тырысады. Сөйтіп тұзақты тоқтата алады. Бір полицейдің назары ауған кезде Пиладан соқ қалады. Пила қашып жатқанда екінші полицей оны қуады. Бірақ оны тағы бір тұзақ күтіп тұрғанын білмейді. Ол оны тым кеш байқады, сондықтан біз оны есепке алмаймыз. Адам мен Лоуренске оралайық. Доктор Гордон тек сырттан қоңырау қабылдай алатын телефон тауып алады. Бірақ қоңырау шала алмайды. Телефоннан бөлек қорапта 2 темекі бар. Артынша хатта темекінің бірімен еденде жатқан адамның қанына темекінің бірін батырып, темекі шегуге мәжбүрлеу арқылы адамды өлтіру мүмкіндігі бар деп жазылған. Лоуренс сыртқа қоңырау шалуға тырысады, бірақ телефонның қате туралы хабарын ғана естиді. Бұл оған бір кездері жұмыстан оралғаннан кейін оны ұрлап әкетіп, автотұрақта не болғанын еске түсіреді. Естеліктер бойынша ол кезде біреудің шабуыл жасамас бұрын оны суретке түсірген болатын. Оның есінде келесі нәрсе ол жуынатын бөлмеде қалай оянды. Адам Гордонның жасырған фотосуреттерінің бірін көрсетеді. Онда біз оның әйелі мен қызының байланғанын көреміз. Содан кейін адам Гордонға соңғы рет есін жиғанға дейін еске түсіргенін айтады. Ол үйінде фотосуреттерді талдап жатқанда кенеттен электр қуаты өшіп қалады. Осы кезде шошқаның маскасын киген адам келіп, ары қарай осында оянған еді. Содан кейін оған белгісіз нөмірден қоңырау келді. Алып қалса, оның әйелі мен баласы болып шықты. Оның әйелі қандай да бір себептермен адам Ареннің есімін қайталай береді. Ал Лоуренске оның өтірігіне сенбеу керектігін айтып ескертеді. Адам доктор Гордонға оны тыңшылық жасау үшін полиция қызметкері жалдағанын мойындайды. Полиция оны Пила деп күдіктенгендіктен, адам оны сол түні гаражда суретке түсірген екен. Содан кейін адам сөмкеде болған барлық фотосуреттерді көрсетеді. Және осы фотосуреттердің бірінде доктор Гордон ауруханасында Зап санитар түсіріп алған. Сөйтіп Пиланың кім екені белгілі болғанда, Зап доктор Ховардтың отбасын кепілге алады. Алайда олар мұны анықтаған кезде сағат 6-да, яғни Лоуренстің адамды өлтіретін уақыты келген болатын. Сондықтан доктордың отбасы қиын жағдайда тұр. Зап Гордонға әйелін атып тастайтын айту үшін қоңырау шалады. Алайда әйелі босанып кетіп төбелес басталады. Бірнеше мылтықтың дауысы шығады, бірақ ол оқтар далаға кетіп жатты. Ал доктор Гордон телефоннан айқай-шу мен атыстарды естіп, әйелімді өлтірді деп қатты ашуланады. Енді оған бәрібір болған соң аяғын кесіп тастайды. Мылтықты алып адамды атып өлтіреді. Полицейлер қатты шуды естіп, Лоуренстің отбасын құтқару үшін пәтерге кіреді. Осы уақытта Лоуренстің әйелі мен баласы Зап сияқты қашып кетеді. Зап азаптау камерасына дейін барады. Ол жерге келгенде тапты өлтіре салады. Содан кейін ол доктор Гордонды өлтіргісі келеді. Бірақ жарақат алған доктор Запты унитаздың қақпағымен ұрып өлтіреді. Сөйтіп азаптау камерасынан бір аяғымен қашып кетеді.
өлі деген адам есін жиып заптың денесінен диктофон тауып алады. Бұл оның ойының жай ғана бір бөлігі екенін дәлелдейді. Кейін бөлмеде өліп жатқан адам орнынан тұрады. Сөйтсе ол ауруханадағы ми ісігі бар Джон Крамер екен. Барлық қақпандарды ойластырған пиланың нағыз өзі болып маскасын шешіп, адамды аштықтан өлуге қалдырып кетіп қалады. Осымен видеомыз аяқталды. Енді сіз 2014 жылғы шыққан Пила фильмінің барлық тұзақтарын қалай жеңуге болатынын білесіз. Кинодағы кез келген кейіпкер тұзақтардан оңай құтылып кете алады деген ойдамын. Егер мен бір нәрсені жіберіп алсам, болмаса дұрыс емес айтсам, комментке жаза кетіңіз. Сізге бұл шығарылым ұнады деп үміттенемін. Лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз.